Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Алдарыңызда әдеттегідей мен Айнұр Артықбайқызы. Мен жаңа ғана 5 намазын 4 ракат сүннат, 4 ракат фарз, 2 ракат сүннатын оқып көрсеттім. Енді біз әлбетте асыр намазының, яғни екінші намазын 4 ракат фарзына келдік. 4 ракат фарз. Ол тез оқылады. Яғни сәждеге келеміз, жай намазға. Бисмилlah. Ниет еттім, я Рабби, мен өзі дауыстап оқып атқаным, сіздер ойламаңыздар, әйел адам осылайдан дауыстап оқи береді екен деп, әйел адам өзін жеткілікті мысалға. Ниет еттім, я Рабби, асырамын деді, осылайдан оқиды әйел адам деген. Қасында біреулер болатын болса, дауыстап оқымаңыздар, әсіресе ер адам болса. Өзіңіз жеке бөлмеде болса, өзіңізге естілетіндей қылып оқыңыз. Ер адам дауыстап оқи береді, біз жай оқимыз. Мен сіздерге түсінікті болсын деп, осы мен видеоларымды бөлек-бөлек саламын қазір әр намазды. Сол үшін адамдар дұрыс түсінбей қалмасын, қыз-келіншектер деп мен тағы да қайталап өтіп жатырмын. Мен сіздерге түсінікті болсам дауыстап оқып жатырмын, яғни ниет еттім, я Рабби, бүгінгі асыр намазын 4 ракат фарзын өтімекке жүзімді қараттым. Алла тарапына, Аллаху акбар. Субханака Аллахума ва бихамдика ва табарака исмука ва та'ала джаддука ва ла илаха гайрук. Алхамдулилlah, аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Фатиха сүресі. Алхамдулиллахи роббил аламин. Ар-Рахманир-Рахим. Малики яумиддин. Ияка нa'буду ва ияка настa'ин. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. İşimizden əminliyimiz. Odan keyin Kul huvalloh'ты оқимыз. İxlas сүресін. Kul huvallohu ahad, Allahu samad, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Allahu Ekber. Қолымызды түсіреміз. Allahu Ekber. Subhan Rabbil azim, Subhan Rabbil azim, Subhan Rabbil azim. Sami'allahu limen hamidah. Allahu Ekber. Birinci rakatқа кетіп баратырмыз. Subhan Rabbil a'la, Subhan Rabbil a'la, Subhan Rabbil a'la. Әйел адам барынша жиналып оқиды. Бұлайынан қолымызды ашып, жамбасымызды көтермей, бүркеніп, кішкентай болып оқимыз. Одан кейін менің аяғымның ұштары тіреліп тұр. Яғни тіреп бұлайынан майыстырып алғанмын. Яғни Субхан Раббил а'ла, Субхан Раббил а'ла, Субхан Раббил а'ла, саусағымыздың арасын ашпаймыз. Қолымызды мынау екі құлағымыздың жанына қоямыз. Қолымызды шынтаққа дейін жай намазға тию керек. Мына ішіміздің санымызға тию керек. Яғни барынша бүркеліп жабысып оқимыз. Яғни бұл біздің құл екенімізді білдіреді Алланың алдында. Субхан Раббил а'ла, Субхан Раббил а'ла, Субхан Раббил а'ла. Аллаху акбар. Әйел адам барынша жиналып оқиды. Субхан Раббил а'ла. Осыменен асыр намазының бірінші ракаты осы жерде бітеді. Енді біз екінші ракатқа тұрып кететін боламыз. Яғни екінші ракаты Фатиха сүресі, одан кейін Кул хуаллах, біз екі ракатта міндетті түрде сүре қосамыз. Басындағы екі ракатта обязательно, екінші ракаттан кейін, Фатихадан кейін Каусар сүресін оқимыз. Яғни Фатиха, Каусар сүресі, Аллаху акбар, Субхан Раббил азим, Субхан Раббил азим, Субхан Раббил азим, Сами'аллаху лимен хамидах, Раббуна ва лакал хамд. Аллаху акбар. Екінші ракатқа баратыр. Субхан Раббил а'ла, Субхан Раббил а'ла, Субхан Раббил а'ла. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Субхан Раббил а'ла, Субхан Раббил а'ла, Субхан Раббил а'ла. Аллаху акбар. Жаңа аяғымызды, оң аяғымызды шығарып, сол аяғымыздың үстінде отырмыз, Одан кейін екінші ракатты біз үшке тұрып кетуіміз керек. Не істейміз?
әрине міндетті түрде біз 2 ракатты ортасына жалғау ат-тахиятпен жалғаймыз. Яғни біз 3-ші ракатқа бірден тұрып кете алмаймыз. Сол үшін ат-тахиятты оқимыз, иә? Ат-тахияту лиллахи ва салават ва тайбат. Ассаламу алейка юхан наби ва рахматуллахи ва баракатух. Ассаламу алейна ва галейна ва гала ибаду лихи салихин. Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулуллах. Яғни ат-тахиятпен жалғады. Кішкене кідіреміз да, одан кейін 3-ші ракатқа тұрамыз. Енді бұл 4 ракат фарыз болғандықтан аср намазы 2 ракатына фатихадан кейін құл хуаллах, баста обязательно 2 ракатта қосылады сүре, фатиха, кәусар сүресі, құл хуаллах, фатихадан кейін кәусар сүресі оқылама. Ортада ат-тахиятты жалғады. Енді біз 3 мен 4-ті қалай оқимыз, бұл фарыз болса. Әрине фатихадан кейін ешқандай сүре қосылмайды. 4-ші ракатта да фатихадан кейін ешқандай сүре қосылмайды. Яғни фатихамен жалғады, 3-ші ракатқа тұрдық. Бірінші әлхамдыден, яғни фатиха сүреден бастаймыз. Фатиха сүресі болды. Аллаху акбар. Себебі бұл фарыз. Сүннет болса, біз фатихадан кейін міндетті түрде сүре қосатын едік. Құл хуаллах немесе кәусар. Бұл фарыз болғандықтан біз 3 пен 4-ке қоспаймыз. Рукуға барамыз. Уже біз 3-ші ракатқа баратырмыз. Аллаху акбар. Ракат дегенді түсінбесеңіздер, ona biz сәждеге 2 рет барамыз, ona Subhan Rabbil A'la, Subhan Rabbil A'la, Subhan Rabbil A'la 2 рет барғанды 1 ракат деп есептеледі. Сонда маңдайыңыз сәждеге тигені 1 ракат болып есептеледі, да? Маңдайыңыз сол біз 4 рет маңдайымыз сәждеге тиеді деген сөз. 4 ракат фарызы да. Және де мына 3-ші ракаттан тұрдық па, енді бірден 4-ші ракатқа. 4-ші ракат фарыз аср намазының. Яғни бірден фатиха сүресі, одан кейін болды. Басқа ешқандай сүре қоспаймыз. Аллаху акбар. Рукухты білеміз, я? 4-ші ракатқа баратырмыз. Я? 2 рет барамыз. Subhan Rabbil A'la, Subhan Rabbil A'la, Subhan Rabbil A'la. Міндетті түрде арасында кідіруіміз керек, кішкене. Мысалға, Subhan Rabbil A'la, Subhan Rabbil A'la, Subhan Rabbil A'la. Мысалға, 5 рет, 10 рет қайталасаңыз да болады. Өзіңіздің еркіңіз. Кітапта 3 рет деген. Көбірек қайталасаңыз өзіңізге жақсы. Аллаху акбар. 1 рет қайталанымыз ба, кішкене кідіреміз да. Одан кейін ба. Subhan Rabbil A'la, Subhan Rabbil A'la, Subhan Rabbil A'la. Allahu akbar. Мінекей. Осымен 4 ракат фарыз міне қазір осы отырыста бітеді. Яғни ат-тахияту, Аллахума сали, Аллахума барик, Раббана атина, ассаламу рахматулла. Біз жымиып сәлем беруіміз керек. Себебі мына жақтың барлығы періштелер тола. Бізбен бірге намаз оқып жатқан. Ассаламу рахматулла. Ассаламу рахматуллах. Аллахума анта салама минка салам табаракта язал жаялу аликрам. Аллаху акбар. Осымен біздің 5 намазының 4 ракат фарызы бітті. Енді түсіндік қой, фарызы да біз 2 ракаттан кейін 3 пен 4 болса, мысалы 4 ракат фарызы. Фатихадан кейін сүре қоспаймыз. Фарызы да. Ал сүннетте бәрінде қосамыз. Түсіндік қой. Енді мынау 4 ракат фарызын оқып біттік. Енді келесі видео менің ақшам намазы болады. Ақшам намазда 3 ракат фарыз, 2 ракат сүннат. Енді бұның уақытын қалай білеміз десеңіздер, анау ненің ішіне кірсеңіздер, тартып алсаңыздар болады, азан KZ деген. Өздеріңіз білесіздер, толып жатыр ондай интернетте. Play Market'тен кіріп тартып аласыздар. 5 уақыт бойы олар азан шақырып сөйтіп тұрады. Сөйтіп сол уақытта, уақытпен азан KZ-тінде мешіттегі арасында 1-2 минут жар, Балаби мешіті жанымызда тұр, сәл ары. Сол 1-2 минут разница. Мысалға, меніңкі азан шақырса, далаға шықсам 1-2 минуттан кейін сол азан шақыру мүмкін. Немесе сол азан шақырып, 1-2 минуттан кейін меніңкі шақыру мүмкін. Кейде бірдей шақырып қалады. Сондай. Сол үшін соны скачать етіп алыңыздар. Азан KZ дегенді. Сөйтіп соны не қылыңыздар.
соған қарап намаз оқи беріңіздер уақытысымен. Енді менің келесі каналымда кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Келесі видео менің ақшам намазын 3 ракат парыз, 2 ракат сүннатын оқитын боламыз.